Шоғы Батыр, Адай атамыздың ең кенже немересі. Мұңал бабамыздың көші жайлап, жем бойына барғанда Шоғы атамыз дүниеге келіпті. Бұл шамамен 17 ғасырдың ортасы болса керек. Тоқбеке шешеміз жүкті болып, айгүні жеткенде толғақ қысып, қиналып жатқан көрген енесі, Кенжұлы мұңалды шақырып, «Әй балам, келін қиналып жатыр, қазір Құдай жолына бір мал садақа шал» дейді. Мұңал атамыз өрістен келген жылқылардың ішінен бір тайды ұстап, дереу садақаға, Құдай жолына құрбандық етеді. Содан кейін көп ұзамай Тоқбеке шешеміз босанып, дүниеге сәби келді. Шекесі торсықтай жаңа туған баланың көзі шоқтай қызарып тұрса керек. Соған қарап нәрестенің есімін Шоғы қойған. Біз білетін тарихтағы ер Шоғының есімі осылай қойылған. Мұңалдың Кенжұлы Шоғы Батыр жастайынан қайратты, арлы, ақылды, сергек семсердей өткір, адамгершілігі жоғары, уәдеге берік сөзге шешен, жан-жақты болып өседі. Жаумен болған шайқастарда отан үшін отқа түсіп, ар үшін арпалысып, ұлт үшін ұран салып, жастайынан жарақтанып өседі. Талай соғыс дүрбелеңін бастан өткізді. 1698 жылы қазіргі Орал қаласының төңірегіндегі өзен бойын жайлап отырған ұсақ байұлының жерлерін орыстар тартып алады. Сол хабар Шоғы Батырға жетісімен қол жиып, жем бойынан Орал жаққа қарай аттанды. Орыстармен соғыса жүріп Тамай Есет Батырмен жолдас болады. Бірге ұран салып, мал мен жерді қайтарады. Осылайша ұсақ байұлы мен Жетіру аймағының жерлерінде тартып алды. Қазақ елінің басына талай қауіп-қатер төнген шақтарда Шоғы Батыр 5 қаруын сайлап, жауға қарсы тұра білді. Жоңғар шапқыншылығының тұсында Шоғы Батыр мен Тамай Есет Батыр бастаған қол Әбілқайыр ханға барып қосылды. Сөйтіп Түркістан қаласын жауға бермеу үшін шайқасады. Осы шайқаста Әбілқайыр хан Шоғы Батырдан «Қандай әскери күшің бар?» деп сұрайды. Сонда Шоғы Батыр «40 мылтығым бар» дейді екен. Кейін жоңғарлармен болған шайқаста сол Шоғы әскерінің қолындағы 40 мылтықтың көп пайдасы тиеді. Шоғы Батырдың 40 мылтық атануының екінші нұсқасында белінен тараған 7 атаға дейінгі ұрпақтарының өзінен 40-тан астам батыр шығып, әскери әулетке айналуымен де байланысты. Осылайша Түркістан қаласынан 50-60 шақырым жерде Әбілқайыр бастаған әскерлердің күшімен жоңғарларды қырып салған. Ол жер әлі күнге дейін жоңғар қырған деп аталады. Жанымды қинамай елдеріңіз. Жалғыз өкінішім, атадан жалғыз қалып бара тұрмын. Өтіріңіз. Түркістан, қазақтың қасиетті қара шаңырағы. Бұл мекенді қорғаймыз деп жүріп қанша сарбаз мерт болды, қанша сәби жетім қалды, қанша әйел жесір қалды. Және ол қасиетті мекенге шабуыл ешқашан тоқтамады. Сондай шабуылдың бірінде Шоғы Батыр жараланып, 16 күн төсек тартып жатып, бақиға аттанды. Ел үшін өлген 40 мылтық батырдың асқан ерлігі мен әскери қолбасшылық шеберлігін құрметтеген Әбілқайыр хан 300-дің билерімен ақылдаса отырып, Батырды Қожа Ахмет Яссауи жатқан ұлы қорымға жерлейді. Батырды арулап, Ақсүйектер мекеніне қойған соң басына құлыптас орнатып, мәңгілік тарихқа есімін айшықтайды. Бүгінде Шоғы Батыр 40 мылтық мұңалының ұрпақтары қазақ елінің түкпір-түкпірінде, Орта Азия мемлекеттерінде кең тараған. Маңғыстау облысының Мұнайлы ауданында Шоғы Батыр мұңал ұлына еңселі ескерткіш орнатылған, мектепке есімі берілген.
Жаңаөзен қаласындағы ең үлкен даңғылдардың бірі Шоғы Батыр Мұңалұлына